Бүгін баршаңызға сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Адамның иммунитеті ішекке байланысты. Ішекте иммунитетке жауап беретін 7% клеткалар орналасқан. Осы иммунитеттің төмендеуіне және тердегі ауруларға алып келетін негізгі себеп синдром дырявого кишечника, яғни тесік ішек синдромы туралы айтамын. Синдром дырявого кишечника дегеніміз ішектің шырышты қабаты зақымдалады және ішектің қабырғасындағы тесіктердің саңылаулардың пайда болуы. Тағаммен және ауамен түскен токсиндер, бактериялар осы ішек қабырғасындағы саңылаулардан қанға өтеді. Бұл терідегі өзгерістермен сипатталады. Теріде аллергия, дерматит, экзема, терінің қышуы және іштің кебуі, молочница, тәттіге құмарлық, шаштың түсуі, жалпы әлсіздік, ашушаңдық болатын болса, бұл дырявый кишечниктің белгісі болып табылады. Дырявый кишечник бар екенін қалай анықтаймыз? Бұл жерде тест жасап көру керек. Яғни свекланы қырғыштан өткізесіз, 100 мл согын алып, холодильникке қоясыз, бір түнге холодильникке қоясыз. Таңертең сол сокқа 50 мл жылы су араластырып, аш қарынға ішу керек. 10 минуттан кейін су ішуге, 40 минуттан кейін тамақ жеуге болады. Осыны ішкеннен кейін зәрдің түсі өзгереді. Егер зәрдің түсі розовый болып өзгерсе, сізде дырявый кишечник белгісі бар екенін білдіреді. Егер зәрдің түсі өзгермесе, онда дырявый кишечник жоқ деген білдіреді. Жоғарыдағы симптомдар және тест оң болса, бұл тесік ішек синдромының белгісі болып табылады. Оған алып келетін себептер дұрыс тамақтанбау, фастфуд, рационда тез сіңірілетін көмірсулар, рафинирленген көмірсулар, қант көп қолдану. Білесіздер, қант бұл зиянды бактериялардың қорегі және тамақтану гигиенасын сақтамау. Тамақтану кезінде телефон, гаджет қарау, тамақтың әр бөлігін 30-40 рет шайнамау, тез-тез асығып тамақтану және асқазан ішек аурулары, өттің бөлінуі нашар болатын болса, асқазан қышқылдылығы төмен болса, бұл кезде осы тесік ішек синдромы пайда болады. Дырявый кишечник кезінде сибір және сигір деген бар. Сибір дегеніміз бұл синдром избыток бактериального роста. Яғни ішекте білесіздер, пайдалы және зиянды бактериялар бар. Осы сибір кезінде зиянды бактериялар, яғни ауру тудыратын патологиялық бактериялардың көбеюі байқалады. Бұл терідегі өзгерістер, шаштың түсуі, ашушаңдық, бас ауруы, солармен симптомдармен сипатталады. Сигір дегеніміз бұл синдром избыток грибкового роста. Молочница және стоматит белгілері. Молочница әсіресе көп әйел адамдарда кездеседі. Әйел адамдарда сол молочницаға тән выделение бөлінді болуы мүмкін. Мысалы, гинекологқа бардыңыз, сізге бір свеча жазып берді. Свечаны қолдандыңыз, ол свеча уақытша әсер етті сізге. Ол жыныс органдарында бар грибок, бұл кандида, ішекте де болады. Сондықтан бірінші емдеуді ішектен бастау керек. Және бұл дырявый кишечниктің ең негізгі белгілердің бірі бұл организмде витаминнің дефицит белгілері болуы. Сондықтан сіз кез келген витамин ішуден алдын міндетті түрде ішекті емдеуден, өттің бөлінуін жақсартудан және асқазан қышқылдылығын жоғарылатудан, төмен болса жоғарылатудан бастаңыз. Әсіресе бұл темір жетіспеушілікті анемия кезінде гемоглобиннің деңгейіне қарап көп жағдайда темір препаратын іште саламыз. Ал егер сізде кандида грибок болатын болса, бұл сіз ішкен препаратыңыз сізге әсер етпейді, ол наоборот кандиданың қорегі болып есептеледі. Сіз сол арқылы препаратты ішу арқылы грибокты қайтадан өршіту, көбейтіп жатырсыз. Сондықтан әрбір аурудың емін ішекті емдеуден бастаған дұрыс болып есептеледі. Сізде сибір белгісі бар ма, әлде сигір белгісі бар ма? Комментарияға жазып кетіңіз. Видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.